Аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі. Мына бүгінгі кіріп келе жатқан біздің ұлтымыздың ұлыс 22 наурызымыз құтты болсын. Жаңа жылымыз елімізде бейбітшілік, молшылық, әрбір семьяда жақсылық, қуаныштар көп болсын. Мына өзім бүгін тағы да бір үйдегі бар өнімдерменен бір салат жасайыншы деп жатырмын. Кешке ауызашарға зелен, сәбіз, қызыл пияз, тәтті бұрыш, тұз, сумай, чеснок. Алдыменен қырыққабаттан бастаймын. Сәбізді теркадан өткізгіштен өткізейін деп тұрмын. Сәбіз кішкене свежий емес екен, балғын емес екен. Астап босаңқырап. Келесі кезекте пияз, міне, қызыл пияз. Ірілеу оғып тураған жақсы. Зеленді, шөпті, көк шөпті. Тұз саламыз татығанша. Паприка. Қара бұрыш. Менің любимый, орысша айтқанда, сүйікті дәмдеуішім. Енді мен күнбағыс майын тұшырып жатырмын. Енді қолға перчатка дейміз ғой. Резинка қолға ыңғайлы да, себебі шаптасып, жабысып
қойнамайды. Мыжығанға да жақсы кішкене. Не қымбатты көрермендер, мен кешкі ауызашарға дайындаған салатым дайын болды. Егер де ұнап жатса, пікірлеріңізді айтып, өздеріңіз де жасап, үйдегі бар өнімменен жасай берсеңіздер, біріне үйлестіріп, жақсы салат болады. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.